Бастаймыз ба? Әлде күтеміз ба? Болды, сөйлей беріңіз, бастай беріңіз. Мен записьті басып қойдым, запись жасалып жатыр. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Құрметті комиссия мүшелері, аудан ұстаздары, әріптестер. Мен номер 7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі, әзірге педагог модератор Нұрсейітова Нұргүл Бекмұхамбетовнамын. Сіздердің назарларыңызға мен 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәніне арналған қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағын ұсынамын. Міне осындай әдістемелік құрал, барлығы 72 беттен тұрады. Әріптестер 2-3 минут, максимум мен 5 минут қорғасаңыздар. 5 минут Жақсы. кетеді, жетеді. Жақсы. Иә. Қазір. Тоғжан апай, бізді қосасыз ба? Тоғжан Қайратбековна. Нақысы сөйлеп болсын да. Біткен жоқ. Бұл жинақ бастауыш 3-ші сыныптардың әдебиеттік оқу пәніне. Қазір бір минут. Бұл жинақ бастауыш 3-ші сынып оқушыларының бастауыш 3-ші сыныптардағы әдебиеттік оқу пәні бойынша тиімді қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыруға арналған жан-жақты тапсырмалар жүйесін ұсынады. Ол оқушылардың оқу сауаттылығы мен танымдық дағдыларын дамытуға бағытталған. Жұмыстың мақсаты бірінші дағдыларды жетілдіру. Бұл бастауыш сынып оқушыларының тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым сияқты негізгі дағдыларын қалыптастырушы бағалау арқылы жүйелі түрде дамыту. Екінші, тиімді бағалауды ұйымдастыру. Мұғалімдерге оқу мақсаттарына сәйкес бағалау тапсырмаларының тиімді үлгілерін ұсынып, практикалық көмек көрсету. Үшіншіден, оқу процесін бақылау. Мұғалімдерге оқушының оқу үдерісін бақылауға және оны үнемі жетілдіруге арналған мүмкіндіктер жасау. Төртіншіден, мәтінді терең түсіну. Оқушының мәтінмен жұмыс істеу, сыни тұрғыдан ой қорыту, өз пікірін білдіру және мазмұнының терең түсіну дағдыларын дамыту. Жұмыстың міндеттері. Оқу мақсаттарына сәйкес тапсырмалар ұсыну. Бұл оқу бағдарламасы мен оқыту мақсаттарына сәйкес келетін тапсырмалар арқылы оқушылардың білім деңгейі мен дағдыларын тексеру. Үшіншіден, мұғалімдерге тиімді кері байланыс беру. Мұғалімдерге оқушының білімдеріндегі олқылықтарды уақытылы анықтауға және оқыту әдістерін жедел түзетуге көмектесу. Кешіріңіздер. Екіншіден, оқушылар үлгерімін үздіксіз бақылау. Бұл оқу процесі барысындағы оқушылардың үлгерімін үнемі қадағалап отыру мүмкіндігін қамтамасыз ету. Ең соңғы төртінші, оқушылардың сыни ойлауын дамыту. Оқушылардың мәтіндерді түсіну, талдау, бағалау және өз ойларын нақты білдіру дағдыларын жетілдіру. Күтілетін нәтижелер мұғалім үшін оқу мақсаттарына сай тапсырмаларды тиімді таңдауды игереді. Қалыптастырушы бағалауды жүйелі әрі тиімді ұйымдастырады. Оқушыларға нақты, әділ және құнды кері байланыс береді. Сабақ жоспарлау мен бағалау үдерісін үйлесімді байланыстырады. Әр оқушының білім жетістігін дәл бақылап, қажетті түзету жұмыстарын уақытылы жүргізеді. Жеке қажеттіліктеріне қарай оқушылармен саралап жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады. Сабақты жоспарлауда қалыптастырушы бағалау нәтижелерін негізге алады. Оқушы және оқу процесі үшін күтілетін нәтижелер. Оқушы үшін мәтінді түсініп оқу, мазмұндау
және сұрақтарға нақты жауап беру дағдыларын жетілдіреді. Ауызша және жазбаша сөйлеу тілі дамиды. Сыни ойлау дағдылары, соның ішінде ақпаратты талдау, салыстыру және негізгі идеяларды анықтау қабілеттері артады. Бағалау критерийлеріне сүйене отырып, өз жұмысының тиімді бағалауды үйренеді. Оқу процесі үшін оқытудың сапасы мен нәтижелілігі айтарлықтай артады. Оқушылардың оқуға деген қызығушылығы мен белсенділігі жоғарылайды. Оқыту мен бағалау арасындағы кері байланыс нығайып, үздіксіз білім беруді қамтамасыз етеді оқу процесі үшін. Оқу кешенінің инновациялық ерекшеліктері. Өзектендірілген оқу материалы, барлық тапсырмалар жаңартылған білім беру стандартына қатаң сәйкестікте әзірленген. Оқу процесінің заманауилығы мен өзектілігін қамтамасыз етеді. Негізгі дағдыларды кешенді дамыту. Тапсырмалар таңдау, айту, оқу және жазу сияқты 4 негізгі дағдыны үйлесімді және бір мезгілде дамытуға бағытталған. Критериалды бағалау нақты айқындалған, дескрипторлары бар критериалды бағалау жүйесі әрбір оқушының жеке жетістіктерін объективті түрде бақылауға және бағалауға мүмкіндік береді. Саралау элементтері бұл мұғалім тапсырмаларды оқушылардың әртүрлі дайындық деңгейлеріне және жеке қажеттіліктеріне қарай мүмкіндігіне ие. Қорытынды және ғылыми негіздеріне айтатын болсақ, бұл оқу құралы педагогика мен бағалау теориясының заманауи талаптарына сай келетін ғылыми негізделген әдістемелік материал болып табылады. Оқу бағдарламасына сәйкестігі Қазақстан Республикасы білімнің жаңартылған мазмұнына және 3-ші сыныпқа арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша оқыту мақсаттарына сәйкес әзірленген. Функционалдық сауаттылықты дамыту. Құрал мәтінді түсіну, ақпаратты талдау және оны нақты өмірде қолдану дағдыларын дамыта отырып, заманауи білім беру талаптарына сәйкес келеді. Ғылыми әдістемелік база. Формативті бағалау қағидаттары үздіксіз жүйелілік, кері байланыс, рефлексия, заманауи педагогикалық және психологиялық зерттеулерге негізделген. Зерттеу дағдыларын қалыптастыру, тапсырмалар оқушылардың ойлау қабілеттерін ынталандыруға, аргументтеу, салыстыру және танымдық белсенділігін арттыру қабілетін дамытуға бағытталған. Апай, болды ма сіздікі? Болды. Осымен менің жұмысым аяқталды, осылай қорғау жұмысым. Рахмет. Келесі Сүйіндікова Жанат апай. Мен қосылып кетсем бола ма? Мен сабағым бар еді, келесі сабақта. Жоқ, сабағым бар, менде сабағым бар. Бәріңізде сабақ бар, апайлар. Так что давайте ретімен. Иә, ретімен. Ретімен өтейік. Сүйіндікова Жанат апай бар ма? Иә, дайын, иә. Дайын отыра тұрыңыз. Доступ бересіз ба? Доступ. Иә, доступ беріледі, қазір күте тұрыңыз. Жанат апай, демонстрация жасай беріңіз.
Дауыс қосылып тұр. Дауысыңыз естіліп тұр, қосылып тұр, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Иә, апайлар 2-3 минут қана сөйлесеңіздер жетеді. 7-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Сүйіндікова Жанатбек Қожайымна сіздердің назарларыңызға бастауыш пәні бойынша әзірленген бастауыш буында математика пәнінен функционалды сауаттылықты дамытуға арналған тапсырмалар, бұл менде әдістемелік оқу құралы. Мақсаты оқушының жас ерекшелігін ескере отырып, математика пәнінен түрлі логикалық тапсырмалар беру арқылы білімнің беріктігін қамтамасыз ету, математикалық білімін тек теорияда емес, өмірлік жағдайларда қолдана алуын қалыптастыру. Міндеті оқушының математикалық білімін күнделікті өмірде қолдана білуі, тұлға ретінде қалыптасуына әсер ету, ақыл ойын және белсенділігін арттыру, нақты жағдайларда есеп шығарып, мәселе шеше алуы. Күтілетін нәтиже математикалық түсініктерді меңгереді, оқушылардың оқу, математикалық сөйлеу дағдылары ұштаса түседі, өз бетінше есептерді құрастыра біледі. Бағдарлама 6 бөлімнен тұрады. Бірінші түсінік хат, екінші кіріспе, үшінші дидактикалық материалдар, төртінші есептер топтамасы, қорытынды бөлім және пайдаланылған әдебиеттер. Математика пәні ең алдымен оқушылардың қызығушылығын туғызуды талап етеді. Осы мақсатпен әр тақырыпты бастамас бұрын оқушының қызығушылығы мен белсенділігін арттыру мақсатында мәліметтермен жұмыс, диаграмма, кесте, графикті оқу, талдау, салыстыру, мәселе шешу стратегиясы, мәселені түсініп, жоспар құрып, есепті тиімді әдіспен шығару, логикалық және сыни ойлау, ақпаратты талдау, дәлелдеу, қорытынды жасау, математикалық тілде сөйлеу, өз шешімін түсіндіріп бере алу. Бастауыш сынып оқушыларына математика пәнде функционалдық сауаттылықтарын дамыту үшін берілетін қызықты тапсырмалар негізінен қолданбалы есептерді шешу, сауда, уақыт, жол, баға, пайыз, өлшем бірліктері сияқты тұрмыстық есептер. Оларды жан-жақты дамытуға арналған. Бұл еңбекте математикалық қызықты тапсырмалар оқушылардың өз бетінше орындап, логикалық қабілеттерін дамытуға арналған түрлі танымдық есептер берілген. Оқушылармен сабақ үстінде, сабақтан тыс уақыттарда жүйелі түрде қосымша тапсырмалар түрлерін беріп, олардың қызығушылығы мен белсенділігін арттырып отыру әрбір мұғалімнің міндеті. Мектеп оқушылары үшін функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, оқулықтан алған білімді күнделікті өмірмен байланыстыру, сауда жасау уақытында қайтарым ақшаларын дұрыс есептеп алуға үйренеді. Қорыта келгенде, функционалдық сауаттылықты дамыту бастауыш сыныптан басталуы тиіс. Математика сабақтарында өмірмен байланысты, қызықты әрі түсінікті тапсырмалар беру арқылы оқушының шын өмірге бейімділігі мен ойлау қабілетін арттыруға болады. Бағдарлама 34 сағатқа жоспарланып, бастауыш сынып оқушыларына арналған. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал білім үдерісінде тиімді қолдануға болады деп есептеймін және математика пәні бойынша тапсырмаларды жетілдіруге өз үлесін қосады. Назарларыңызға рахмет. Аха, рахмет Жанат апай. Келесі Сүлейменова Айгерім апай дайын тұрсаңыз, иә? Айгерім апай, бастай беріңіз.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға бастауыш сынып оқушыларының көбейту мен бөлу табыс кілті атты әдістемелік құралымды ұсынып отырмын. Яғни бұл жердегі құралдың негізгі мақсаты оқушылардың көбейту мен бөлу амалдарын саналы әрі қызықты, тиімді меңгеруіне жағдай жасау. Әдістемелік құралымның негізгі мақсаты көбейту мен бөлудің жеңіл әрі түсінікті түрде меңгерту, міндеттер логикалық ойлауды дамыту, өзіндік жұмысқа дағдыландыру, ойын арқылы оқыту. Қазіргі таңда бастауыш сынып оқушылары көбейту мен бөлу кестесін жасауда, есептерді қолдануда қиындықтарды жиі кездеседі. Сондықтан бұл оқу құралы оқушының қызығушылығын арттыруға, ойлау қабілетін дамытуға және практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мақсаты мен міндеттері көбейту мен бөлудің жеңіл әрі түсінікті түрде меңгерту. Оқу құралдарының басты мақсаты көбейту мен бөлуді оқушыға ауыр емес, қызықты тапсырмалар арқылы, яғни ойын технологиясы, деңгейлік тапсырмалар, жұптық және топтық жұмыстар, көрнекілік әдіс арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту, есеп шығарудағы негізгі сенімділігін арттыруға және өз бетімен жұмыс жасауға үйрету. Оқу құралының құрылымы теориялық түсіндірме, қызықты есептер, ойын тапсырмалар, бекітуге арналған жаттығулар. Оқу құралы жүйелі түрде құрастырылған, алдымен қысқа әрі түсінікті теория беріледі, одан кейін оны бекітуге арналған практикалық тапсырмалар ұсынылады. Бұл оқушының білімін біртіндеп қалыптастыруға көмектеседі. Бұдан күтілетін нәтиже көбейту мен бөлуді жақсы меңгереді, есеп шығару дағдысын қалыптастырады, оқу қызығушылығын арттырады. Яғни оқу құралын қолдану нәтижесінде оқушылар көбейту мен бөлуді еркін қолдана алады, есептерді тез әрі дұрыс шығарады және математика сабағына деген қызығушылықтары артады. Қорыта айтқанда, практикалық маңызы жоғары, мұғалімге де оқушыға да тиімді. Көбейту мен бөлу табыс кілті әдістемелік оқу құралы бастауыш сынып мұғалімдерінің тәжірибесінде кеңінен қолдануға лайық деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Апайлар, келесі Айгерім апай, сіздің қасыңызда апайлар бар ғой, жалғастырып кете берсін. Сосын бізде уақыт 5 минут 20 секунд қалды деп көрсетіп тұр. Егер уақыт бітіп қалса, қайтадан кіресіздер ғой, жарай ма? Айгерім апай, көрініп тұр тақырыптарыңыз, айта беріңіздер. Сымбат апай айта ма? Айгерім апай, сіздің слайдыңыз қосылып кетті ғой. Сәлеметсіздер ме? Ербек Соқпақбаев атындағы 53-ші орта мектебі. Менің тақырыбым буынға бөліп оқу стратегиялары. Бұл жерде мақсатым бастауыш сынып оқушыларын буынға бөліп оқуды меңгеруін жеңілдету, фонетикалық, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, оқу дағдыларын жүйелі қалыптастыруға әдістемелік көмек көрсету. Қазіргі таңда көп оқушылардың көпшілігі сөзді тұтас оқудан қиналады, буындарды шатастырады. Осы мәселені шешуде буынға бөліп оқу стратегиялары маңызы зор. Әдістемелік құралдың негізгі мақсаты оқушыларды буынға бөліп оқу арқылы дұрыс, шапшаң және саналы оқуға үйрету. Алға қойған міндеттер: ашық және жабық буындарды ажыратуды үйрету, буыннан сөз құрастыру, дұрыс дыбыстауды қалыптастыру, оқуға деген қызығушылықты арттыру. Құралда буынға бөліп оқытудың бірнеше тиімді тәсілдері қамтылған. Атап айтқанда, буынды қосып оқу, хормен оқу, қайталап оқыту, қимыл қозғалыс арқылы оқыту және ойын элементтерін пайдалану. Мысалы, дыбыстық буынға бөлу әдісі: сөзді айтып, әр дыбысты немесе буынды бөліп көрсету. Мысалы, кітап сөзін бөліп көрсетеміз. Кітап қолдану ауызша және немесе тақтада сызықпен бөліп жазу арқылы қолдануға болады. Көрнекі құрал арқылы визуалды әдіс: сөзді әр буынға әр түрлі түспен жазу және сызу. Буындарды көрсету үшін карточка, слайд немесе маркерлар қолдану.
Буындарды санау әдісі. Оқушылар сөздегі буын санын анықтайды. Қолды көтеру немесе саусақпен санау арқылы белсенді қатысу. Сөздерді бөліп жинау әдісі. Буындарды бөлінген сөздерді карточкаларға жазып, дұрыс ретпен біріктіру. Сонымен қатар, көрнекілік әдістеріне ерекше назар аударылды. Буын кестелері, карточкалар, суреттер арқылы оқушының есте сақтау қабілеттері дамиды. Ойын арқылы оқыту әдістері оқушылардың белсенділігін арттырып, сабақты қызықты етеді. Бұл әдістемелік құралды қолдану нәтижесінде оқушылар буында дұрыс ажыратып, сөзді еркін оқуға үйренеді. Оқу жылдамдығы артады және оқуға деген қызығушылығы қалыптасады. Қорытындылай келе, ұсынып отырған әдістемелік құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне оқу процесінде тиімді болып пайдаланады. Назарларыңызға рахмет. Келесі Лариса апай қорғап кетсе, апай. Сол кісінің слайдын ашып. Иә, сіздер бір неде точкадан қорғай беріңіздер бәріңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің әдістемелік құралымның тақырыбы шығарма жазуға үйретудің алғашқы қадамдары. Неліктен шығарма жазу маңызды? Бүгінгі таңда бастауыш сынып оқушыларының жазбаша сөйлеу дағдыларында бірқатар қиындықтар байқалады. Бұл мәселелер олардың білім алуына және өмірде қарым-қатынасына айтарлықтай әсер етеді. Жазбаша сөйлеу әлсіз, ойларын қағазға түсіруде қиналады, сөйлемдерді дұрыс құрастыра алмайды. Сөздік қорлары жеткіліксіз. Шығармашылық жұмыстарда әртүрлі сөздер мен тіркестерді қолдануға жетіспейді. Шығарма жазудан қиналады. Тіпті қарапайым тақырыпта мәтін құрастыру оларға күрделі болып көрінеді. Ойын жүйелі жеткізе алмайды. Бастаған ойын логикалық тұрғыда аяқтап, дұрыс құрылымдауға қабілетсіздік танытады. Әдістемелік құралымның мақсаты мен міндеттері бастауыш сынып оқушыларын шығарма жазуға кезең-кезеңмен жүйелі түрде үйрету. Оқушыларды шығарма жазуға кезең-кезеңмен жүйелі түрде үйрету арқылы олардың жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Қолдану аясы кімдерге арналған? Бұл әдістемелік құралым бастауыш сыныптағы білім беру үдерісінде жетілдіруге бағытталған және 2-4 сынып оқушылары жазбаша тілін дамытуға бастаған және шығармашылық қабілеттерін ашқысы келетін оқушыларға және бастауыш сынып мұғалімдеріне, жас мамандарға арналған. Шығарма жазуға дайындау кезеңдері. Бірінші, суретпен жұмыс, сұрақ-жауап, ауызша әңгімелеу, тірек сөздер, жоспар құру. Суретпен жұмыс кезінде визуалды материалдар арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ал сұрақ-жауап бойынша дұрыс сұрақтар қою арқылы оқушылардың ойын бағыттау, жазбаша